Аяз би ертегісі 3 бөлім. Жаманның үйленуі. Сол күйінше хан тағы да хандық қылды. Жаман оған жақсы уәзір болды. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жақты. 40 уәзір шетте қалды. Күндердің бір күнінде жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында тігулі 6 қанат ақбоз үй тұр. Төңірегінде қаптаған кісі үйге кіруге кезек күтеді. Жаман қайтадан үйге кіріп ханнан бұл не жиын деп сұрайды. Хан сонда қалада қара болса да байлығы менімен қатар уәлі дейтін бай бар. Сол уәлі байдың меңді дейтін қызы 15 жастан күйеу таңдап, өзімнен ақылы артық кісіге тием деп 20 жылдай отырды. Қазір 35-те. Бұған дейін ешкім ақылы артып, оған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып, қызға жауап қайтара алмай қайтып кетеді. Ол жиын қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны дейді. Жаман, мен де барып көрсем қайтеді деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң жайлап қыздың үйіне барады. Есікті қағып ет, бір әсем келіншек шығып, не жұмысыңыз бар деп сұрайды. Менің жұмысым сенде емес, қызда. Бар, қызға айт дейді. Келіншек күліп, қызға барып, бикеш-ау, күйеу таңдаймын деп, сен де жұртты басындырып болдың-ау. Адам көргісіз бір жаман кісі сенде жұмысым бар дейді. Сенен ол да дәметіп келген білем деп қалжыңдайды. Қыз жымиып күліп, ол түрге жаман болғанымен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып барып бер деп, жеңгесіне гауһар, пышақ, тәрелке және қайрақ тас беріп жібереді. Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң, жаман қолын алып қарап тұрады да, бар, мұның құралын әкел дейді. Ойбай, әлгі жаманың мұның құралын әкел дейді деп, жеңгесі қызға қайтып барады. Қыз, жарайды деп, жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған соң, қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бөледі. Тәрелкені уатады. Пышақты жетесінен сындырады. Гауһар тасты қақ жарады. Мә, бикешке алып бар деп, келіншектің қолына береді. Сынған заттарды көрген соң, қыз ұшып тұра келіп, сол адам шайтан болмай адам болса, менің тап баратын кісім, шақыр мұнда дейді. Жеңгесі не дерін білмей, жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы алады. Бұрында талай бай балалары, хан балалары келеді екен. Бәріне де қыз манағы заттарды береді екен. Бәрі де, менің үйімде пышағым жоқ па, болмаса қазынамда гауһар тасым жоқ па, әлде қайрақтап алмай жүрмін бе деп ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып, бұл қалай болды? Осы қыз 35-ке келді. Күйеу таңдап, әлі біреуге тиген жоқ. Сірә оның басқа бір сүйгені бар шығар. Ондай адамы болса ұстап алайық деп қарауыл қойыпты. Таң атқан соң, жаман қыздың үйінен шығып бара жатса, қарауылшылар оны ұстап, байдың балаларының қолына апарып береді. Бай балалары жаманды дірдектетіп ханға апарып, мына уәзірді ұстап алдық, бізді келмей жатып басынды дейді. Хан жаманды оңаша алып сұрайды. Қыздың үйіне бардың ба? Жоқ, мыналар ұстап алдық дейді ғой. Олар өтірік айтып, бәле жауып жүр. Мені даладан ұстап алды. Мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымды да беріп ем. Тақты өзің алмаған соң, ең жақын уәзірім қылып ем. Уәлі маған олардан қымбат емес, шыныңды айт. Қызды алып берем десе де, жаман тіпті шынын айтар болмады. Хан ашуланып, жендеттерге жаманды дарға асуға әмір қылды. Жендеттер хан бұйырған соң жаманды дарға апарып, мойнына дұзақ салып, дардың жібін тартып жоғары көтерді. Жаман иманын айтып қырылдап, енді демі бітуге айналғанда, көпті жарып, ақ боз атты, ақ киімді, бетіне перде жапқан бір кісі келіп, қылышпен дардың жібін кесіп жібереді де, сұлап жатқан жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап жайына кетеді. Жаман
Біраз қырылдап жатып есін жиған соң, жендеттер тағы да дарға тартайын деп ыңғайланғанда, мені енді ханға апарыңдар деп өтінеді. Жендеттер қайтып алып келген соң хан, бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды екеттіңдер ме деп ақырады. Жендеттер тұрып, оқиғаны айтып беріп, ас десе, әлде де дарға асуға әзір екенін білдіреді. Енді хан Жаманға, маған барам деп неге айттың? Әлде манағы айтпаған шыныңды айтайын деп келдің бе дейді. Тақсыр, шынымды айтайын деп келдім. Онда Уәлі байдың қызының үйіне барғаның рас па еді? Рас еді. Алам деп уәде беріп пең? Беріп едім. Ендеше мана неге айтпадың? Тақсыр, мана айтпаған себебім мынау еді. Мен барып Уәлі байдың қызына сырттан хабарласқанда, ол маған бір тәрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ол оның қайрақтай болып езілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі, мына гауһар тастай жарып мені алады деген еді. Сондықтан пышақты жетесінен сындырып, қайрақты ортасынан бөліп, тәрелкені уатып, гауһар тасты қақ жарып уәде беріп ем. Сол себепті мана шынымды айтпап ем. Қыздың өзі мені аяп, ақбоз атқа мініп, бетіне перде жауып келді де, дардың жібін қиып, көкірегіме көлденең қылыш тастап кетті. Онысы мен үшін кінәсіз өлме, ерлігіңді көрдім. Қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, антыңды қайтып ал деген еді. Өзі рұқсат берген соң, шынымды айтып отырмын деп, Жаман сөзін аяқтады. Хан Жаманның сөзінің шындығына көзі жетіп, ел жинап, 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, қызды Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға жағып, екеуі дос болып